Васильева Алла Федоровна кескіндемеші. Улан-Удэде дүниеге келді, ал білімді Мәскеуде алды. 1929 жылы жоғарғы көркем техникалық шеберханаларды және музыка мектебін бітірді. Васильева Кордовскийдің шеберханасында жұмыс істеп, портрет салу мен безендіру өнерімен айналысты. 1938 жылдың мамыр айында күйеуі «Каторга и ссылка» журналы редакциясының мүшесі Протопов сотталып атылды. Осы жылы Осом ретінде өзі де тұтқындалып, 5 жылға лагерге кесіліп, сонымен бірге келесі 3 жыл бойы құқығынан айырылды. Тұтқындағы алғашқы уақытында Алжирде, кейін Карлактың Долинка және Спасск лагпункттерінде отырды. 1942 жылы оған ұлы Гай Протопов келді. Карлак басқармасының мәдениет тәрбиелік бөлімінде суретші болып жұмыс істеді. Асафьевның Бахчисарай Сурбұқағы портретурасы тұтқын шердің ісіне түсірумен жасалды. Балеттің редакциясını жасайды. Газеттің безендірді. Бірге отырған тұтқындардың портреттерін түрлі түсті қарандаштармен салды. 1943 жылы бостандыққа шыққан соң Долинкада айдауда болды. 1947 жылы Калуга облысында Марилславскте орналасты. 1953 жылдың соңында Мәскеуге оралды. 1956 жылы ақталды.